Онлық бөлшектер деген теманы өтеміз. Бұл да бір бөлшектің бір түрі. Бірақ бұны онлық бөлшек деп айтылады. Қандай бөлшектерге онлық бөлшектер деп айтамыз? Апойы бөлшектің бөлімі 10, 100, 1000, 10.000 деген сандар болса, бұларды онлық бөлшек деп айтуға болады. Не үшін именно бұлар? 10-ның дәрежесі түрінде кетіп барады қазір. 10-ның бірінші дәрежесі, екінші, үшінші, төртінші дәрежесі. Ұлым айтқанда 10-ның қандай да бір дәрежесі болса бөлшектің бөлімі, сонда онлық бөлшек деп айтуға болады. Бұл бөлшектің басқа бөлшектерден қандай фарқы бар? Бұл бөлшектерді мына көріністе жазуға болады. Мысалы үшін 10-нан 17 деген затты мына көрінісінде онлық бөлшек түрінде жазуға болады. Мынау онлық бөлшек түрі. Кейінгісі мынаны тап сондай қылып тұрып жазуға болады. Мына 4 бөлшекті мынандай көріністе жазды. Бұндай қылып жазылатын бөлшектер саны шексіз. Бұны көпшілік оқушылар бүтін сан деп ойлайды. Не үшін? Бұл жерде оқылғанда мына көріністе оқылады. 1,7. Сөйтіп оқылған үшін бұны бүтін сан деп ойлайды. Ондай емес. Бүтін сан ол басқа сан. Бұл онлық бөлшек деп айтылады. Мысалы үшін оқылғанда қайтып оқылатынын білейік. 2,10-3. Яғни үтірден кейін бір сан бар болса, оны 10-нан деп оқиды. Үтірдің алдындағы санды айтып тұрып, ортада бүтін деген сөз айтылады. Мысалы үшін қара, 2,10-нан 3. Болмаса, 2 сан болса, 100-ден деп оқылады. 0,100-ден 25. 3 сан болса, онда өз-өзіне кеп шығады, 1000-нан деп оқылу керек. 2,1000-нан 325. Осындай көріністе оқып кетіле береді. Бұл оқудың түрі енді. Болмаса, біреулер 2 түрі 3 деп айтып кетеді. Енді туырысы оқылғанда жақсылап оқымасаңыз, түсіну қиын болып қалады. 2,10-нан 3, 0,100-ден 25, 2,1000-нан 325 деп оқыған жақсы. Енді бұл жерде өзіне жараса атлары бар. Мысалы үшін 2,10-нан 5 деген онлық бөлшегімізді жазсақ, бұл жерде 2 деген санымыз бүтін бөлігі деп айтылады. Бұл бүтін бөлік, 5 деген санымыз бұл бөлшек бөлігі деп айтылады. Енді бөлшек бөлігі 5 деп емес, 0,5 деп айтылады. Негізі мен сіздерді түсіндіру үшін айтып отырмын. Бұл жерде 5 деген санның өзі бөлшек бөлігі. 2 деген санымыз болса, бүтін бөлігі де айтылып жүру керек. Енді біздер бір затты үйренуіміз керек. Енді жаңа мен айттым, бөлшектің бөлімі 10, 100, 1000, 10.000 деген санлар болса, бұны мына көріністе жазуға болады деп айттым. Енді осы мынау апайы бөлшек түрі болса, мынау онлық бөлшек түрі болады. Екеуін бір-біріне алмастырып үйренуіміз керек. Мысал үшін, апайы бөлшекті онлық бөлшек түріне қалай айналдырамыз? Бұны білуіміз керек, өздері айналдырып үйренуіміз керек. Мысал үшін, мына көріністегі апайы бөлшек берілді. 127 бөлінген 10. Болмаса 10-нан 127 оқимыз. Бұны онлық бөлшекке айналдырacağız. Дәслеп, бөлшектің үстіндегі санды жазып аламыз 127 деп. Һәм бөлшектің астында 10 деген сан тұрыпты, соның үшін ізбіттен ең ақырғы саннан бастап бір сан санып бітіріп қоямыз. Әне мұны 12,10-нан 7 деген сан кеп шығады сонда. Бұндай қылып қай уақытта істейміз? Бөлшектің астында 10, 100, 1000 деген сандар болса істей аламыз. Үстіндегін жазамыз, һәм 10 деген сан болса бір сан санап қоямыз, 100 деген сан болса 2 сан санап тұрып бітіріп қоямыз. Болған. Сонда онлық бөлшекке айналды деп айтылады. Мысалы үшін жаңа бересем. 291 бөлінген 100. 100 деген санымыз бар астында, үсті бетін жазып аламын 291. Астында 100 болған үшін ізбеттен 2 сан санап тұрып бітіріп қоямыз. 2,191 деген жауап шығады. Я болмаса мынандай түсінік алың өздеріңізге де 127 деп жазылды. Астында бөлшектің бөлімінде неше нөл бар болса, бірден кейін сонша сан санап тұрып бітіріп қоямыз деп ойласаңыз болады. Мысалы үшін 10 дегенде 1 нөл бар, 1 сан санап бітіріп қойды. 100 дегенде 2 нөл бар, 2 сан санап тұрып бітіріп қойды. Кейінгі мысалы 7 бөлінген 100. Бұл жерде 7 деген сан жазып аламыз. 100 дегенде 2 нөл бар, 2 сан санауым керек, бірақ біздерде 1 сан. Оны қалайынша істейміз? Оны қалесек 7-нің алдына қалегенше нөл қойып алуымызға болады. Біздерге қазір 2 нөл керек, соны қойып алып тұрып бітіріп қоямыз. 2 нөл қойсам 0,07 болады. 100 деген санда 2 нөл бар болған үшін 2 сан санаймын, 7 менен 0-ді содан алдыңға өтір қойып жіберемін. Сонда 0,100-ден 7 деген жауап кеп шығады. Осы көріністе апайы бөлшектерді онлық бөлшекке айналдыруға болады. Мысал үшін
Біздерде енді бөлшектің асты 10, 100, 1000 деген сандарға келмей қалса, яғни басқа сан тұрса, одан басқа 2 деген сан, оны біздер онлық бөлшекке айналдыруымыз керек. Мысалы үшін 7 бөлінген 2 дегенді онлық бөлшекке айналдыру үшін бөлшектің астын, бөлімін, соны 10-ға, я 100-ге, я 1000-ға келтіруіміз керек. 2-ні 10-ға келтірсем болады. Оның үшін мен бөлшектің үсті менен астын 2-ні 5-ке көбейтемін. Сонда бөлшектің үстінде 35, асты бетінде 10 деген сан пайда болады. Мына бөлшегіміз қазір мына жоғарыдағы тұрған бөлшектерге ұқсас болып келді. Енді 35 деген санды жазып аламын. 10 дегенде 1 0 бар, ізбеттен 1 сан санап тұрып өтір қоямын. Сонда 3,5 деген жауап кеп шығады. Ұлым айтқанда бөлшектің бөлімін һәм уақыт мынандай санларға келтіріп жүруіміз керек болады. Және бір мысал көрейік, 9 бөлінген 4. 9 бөлінген 4. 4-ті я 10-ға, я 100-ге, я 1000-ға келтіруім керек. Бұл жерде мен 4-ті нешеге көбейтсем де 10-ға келтіре алмаймын. Бірақ 100-ге келтіруге болады. Оның үшін мен 25-ге көбейтемін екеуінде. 9 бен 25-ті көбейтсем 225, 4 бен 25-ті көбейтсем 100. Енді 225-ті жазып аламын, 100-де 2 0 бар болған үшін 2 сан санап тұрып өтір қойып жіберемін. 2,125 деген жауап кеп шығады. Бұл апайы бөлшекті онлық бөлшекке айналдырудың ұсылы. Онлық бөлшекті апайы бөлшекке айналдыруға енді мұрат өтуіміз керек. Мысалы үшін 1,3 деген онлық бөлшек берілді. Бұны апайы бөлшекке айналдыруымыз керек. Бірінші, бөлшек сызығын сызамыз һәм мына жерде тұрған санымызды үтірсіз жазып тастаймыз бөлшектің үсті бетіне. Бөлшек сызық сызылды, бөлшектің үсті бетіне 13 деп жаздым, үтірсіз. Енді үтірден кейін неше сан бар болса, төменге бірден кейін сонша 0 қоямыз. Мысалы үшін 1 сан бар, онда 10 деп жазамыз. Егер 2 сан болса 100 деп жазамыз, 3 сан болса 1000 деп жазып кетеміз. Мынау міне апайы бөлшекке айналды. Және бір мысал, 1,125. Бөлшек сызып тұрып үсті бетінде 125 деп жазамын, үтірсіз. Һәм үтірден кейін 2 сан бар болған үшін 100 деп жазамыз. Енді бұл қысқаратын санлар болған үшін қысқартып кетсем болады. Кейінгісі 0,1007. Бұл жерде бөлшек сызығын сызып тұрып, бөлшектің үстіне 7 деп жазамын. Үтірді өшіріп тастасам 0,007 деп жазып жүру шарт емес. Оның бәрі 7 мен мәнісі бірдей. Соның үшін құр 7 деп жазамын. Бөлшектің асты бетіне болса, бірден кейін 3 0 қойым керек. Себебі 3 сан бар. 1000 деген сан болады екенінде. Кейін көретін зат онлық бөлшектер үстінде әмелдер. Тәсілеп онлық бөлшектерді қосуды үйренеміз. 2,7 қосылған 12,7 деген қосынды берілді. Соны қосымыз керек. Бұны астасына жазып аламыз. Астасына жазған кезімізде біздер үтірлерін точно астына түсу керек. Біздер ізбеттегі санларды туырлауға мәжбүр емеспіз. Біздер үтірлерді туырлауға мәжбүрміз. Қалай болмасын туырлап жазу керек. Міне астасына тұрып үтірлер. Енді қосып бастаймын. 7-ге 7-ні қосам 14. 1 ятты деп алып қоямыз. 2-ге 2-ні қосам 4 яттағымен 5. 1 деген санның өзі түседі. Үтір со туырға түсіп келе береді. Жауабы сонда 15,4 деген жауап болады. Кейінгісі 13,121 қосылған 2,7. Жазамыз астасына. Мен көрген болсаңыз, астасына жазған кезімізде үтірді точно қойып атымын. 7-ні мына 1-дің астына туырлап қою шарт емес. Мына үтірлер туыры болу керек. Енді қоса жақпыз. 1 менен мына жерде сан жоқ. Сан жоқ деген сөз, бұл жерде 0 деген сөз. 1-ге 0-ді қоссақ, бәрібір сол 1 болады. 2-ге 7-ні қоссам 9, 3-ге 2-ні қоссам 5, мына өтір туырысына түсе береді. 1 деген санның өзі түседі. Онда 15,191 деген жауап кеп шығады. Кейінгісі 14 қосылған 5,112. Бұл жерде 14 деген санымыз бүтін сан деп айтылады. Бұны мынандай қылып тұрып астасына қосып жүру шарт емес. Біздер не қыламыз? Мына жерде онлық бөлшектің бүтін бөлігі 5, бөлшек бөлігі 12 деген сан болып тұрды қазір мынада. Бөлек айтатымыз. Соның бүтін бөлігіне қосып жіберуге болады. Яғни 14 деген сан бүтін сан кесе онлық бөлшекпен қоса жақ болсақ, соның үтірдің алдындағы санға қосып жіберсек болады. 14 пен 5-ті қосып 19 деп жазам. Ізбетіндегі үтірден кейінгі санның өзі тұра береді. Тап осындай көріністі қосып кете беруге. Ол 14-ті 12-ке қосып шарт емес. Мына үтірдің алдындағы санға қосып кете береміз. Кейінгі көретін затымыз онлық бөлшектерді алу. Бөлшек берілді. Онлық бөлшек 5,174 алынған 2,131. Астасына жазамыз. Бұда да үтірлер туырлап жазамыз. Енді алып бастаймыз. 4-тен 1-ді аламын. 3, 7-тен
3'te alam 4, 5'ten 2'ni alam 3. Ötür tuğrusuna түседі. 3,43 деп айтылады. Одан кейінгісі 11,3 алынған 3,12. Астасыны жазамын. Өтірлер точно тұру керек. Өтірлер точно түсу керек астасына. Һәм бұл жерде 0 деген санымыз бар деп ойлаймыз. Себебі бұл жерде жаңа қосындыдағыдай 0-ден 2'ni алсақ 2 деп жазып кетуге болмайды. Соның үшін 0-дің өзін жазып аламын мен. 0-ден 2'ni ала алмаймын. Соның үшін 3'тен қарыз беріледі деп айтылатын еді. 10 болады, 10'dan 2'ni alamыз, 8 деп жазамыз. Bu жерде 2 болып қалды, 2'ден 1'ді алсам 1. Bu жерде 11 деген сандан 3'ті алсам 8 болады. 8,100'ден 18 деген жауап кеп шығады. Кейінгі есабымыз 3 алынған 0,100'ден 25. Bu жерде енді жаңа қосындыдағыдай ойлап қалмам, бүтін бөлекті, мына бүтін бөлекті алып тастап, кейінгісін өзгерісі жазып кете береміз деп. Тек ол қосындыда болады. Айырмада ондай қылуға болмайды. Айырмада мынандай қылып жазып тұрып істейміз. 3'ті жазамыз, һәм 0,100'ден 25 мына көрінісі жазамын. Өтірден кейін сан жоқ. Соның үшін мен өтір қойып тұрып, ізбетіне 2 0 қоямын. Өтірлер точно астасына түсті, һәм ізбетінде 0-лер бар. 0-лерден 5-пенен 2'ni аламын, һәм қарыз беріп барамыз. Сонда бұл жерден 10 деген сан пайда болады. 5 тапсам 5. Мына жерде 9 пайда болады. Одан 2'ni алсам 7. Бұл жерде 2 болып қалды. 2'ден 0 алсам 2 деген жауап кеп шығады. Онда 2,175 деп айтылады. Кейінгі әмел бұл моллық бөлшектерді көбейтуді көріп өтеміз енді. Мысалы үшін мына көріністе есап берілді. 2,3 көбейтілген 1,2. Бұл жерде өтірі жоқ саналар деп тұрып, астасына жазып көбейтеміз простой қылып. 2-ге 3'ті көбейтемін 6, 2-ге 2'ni көбейтемін 4, 1-ге 3'ті көбейтсем 3, 1-ге 2'ni көбейтсем 2. Сызамыз, қосып шығамыз. 6, 7, 2 деген 276 деген сан кеп шығады. Енді өтірден кейін неше сан бар екенін санап шығамыз. Жаңа өтірі жоқ деп ойлап көбейтіп алдық. Санның өзін жаздық. Енді өтірден кейін неше сан бар? Мына 2,3-те өтірден кейін 1 сан бар. 1,2-де өтірден кейін 1 сан бар. Ұлым айтқанда бұл көбеймеді, өтірден кейінгі сандар 2. Онда бұл санымыздың, шыққан санымыздың ізбеттен 2 сан санап тұрып өтір қоямыз. Сонда жауабымыз 2,176 деген жауап кеп шығады. Ізбездікті ұмытып қалмаңыз. Өтірлер жоқ деп ойлап көбейтіп аласыз. Һәм өтірден кейін неше сан бар екенін үштіктеп санап шығасыз. Һәм ізбеттен сонша сан санап тұрып өтір қоясыз. Болғаны. Кейінгісі 0,2 көбейтілген 0,105. Бұны көбейте жақпыз. Өтір жоқ деп ойлайтын болсақ, бұл 2 менен 5 деген сан болып қалады. Бұны 2-ні көбейтсек 10 деген сан шығады. 10 жазып аламыз. Енді өтірден кейін неше сан бар? Бұда 1, мына да 2. Ұлым айтқанда 3 өтірден кейін сан бар. Онда 3 сан санап тұрып, мен қазір өтір қойым керек. Бірақ біздерде 2 сандары. Соның үшін 1-дің алдына мен 0 қойып аламын. 2 0 қойып аламын. Һәм енді сандарды санап бастаймын. 3 сан санамыз керек. 0, 1, 0 деген санап тұрып, өнерге өтір қоямын. Бұл жерде қазір біздерде жауап шықты. Бірақ енді ең ақырында 0 деген цифр тұрыпты қазір біздерде. Соны өшіріп тастасақ болады. Қай уақытта өшіруге болады? Бұл 0-ден кейін қандай да бір сан жоқ болса өшіріп тастай беруге болады. Ешқандай мәнісі өзгертпес. Оның үшін 0-ді өшіріп тастап 0,100'ден 1 деп жазуымызға болады. Және мына 0-ден кейін қандай да бір сан бар болса, оны өшіріп тастауға болмайды. Мына ортадағы 0-ден өшіріп тастасақ, оның мәнісі өзгеріп кетеді. Құр із бетінде 0 тұрса, соны өшіріп тастауға болады. Кейін көретін зат онлық бөлшектерді бөлу. Бөлетін кезімізде 0,125 бөлінген 0,115 деген онлық бөлшектер берілді. Бұны бөлу деген белгімізді бұны бөлшекке айналдырып жазамын. Бөлімінің бөлшек екеуі бір зат еді. Бөлшекке айналдырып жаздым. Һәм бөлшектің үстіндегі онлық бөлшек пен астындағы онлық бөлшектің өтірден кейінгі сандардың штуктары бір-біріне теңдей болса, бұл өтірді өшіріп тастауға болады. Қандай? Мысалы үшін өтірден кейін 2 сан бар мынада, өтірден кейін 2 сан бар. Екеуі теңдей ғой, 2-2-ден. Онда мына өтір жоқ деп ойласақ болады екен. Һәм қысқартып жібереміз, сонымен жауап шығады біздерде. 5-ге қысқарттым, 5,3. Және бір мысал көрейік. 0,124 бөлінген 0,3. Бөлшек көрінісіне жаздым. Өтірден кейінгі сандар мынада 2, төмендегіде 1. Біздер айтып жатырмыз. Екеуінде теңдей болу керек штуктары. Онда мен мына бір жердегі 0,3 дегенге мен 0 қойып аламын. Сонда 2-2-ден болады. Һәм өтірді өшіріп тастаймын.
Бұл жерде 3-ке қысқартып береміз. 8 бөлінген 10 болады. Қалесеңіз 2-ке қысқартсаңыз болады және. Я болмаса бұны 8 бөлінген 10 дегенді 0,8 деп жазып кетсеңіз болады. Оңлық бөлшек түрінде. Кейінгі мысалымызда 2 бөлінген 0,5. Бөлшек көрінісіне жазам. 2 бөлінген 0,5. Һәм үтірден кейін 2 сан бар. Мына жоғарыдағы санымызда үтірден кейін ұлымы сан жоқ. Соның үшін не қыламын? Үтір қойып тұрып 2 сан қоямын. 0 деген санды қоямын. Қалеген санды және 7 7 5 5 деп тұрып қойып алуға болмайды. Тек қана 0 қоя аласыз өздеріңіз ядыңызда. Бұл жерде 2 сан болған үшін мен 2 0 қойып алдым. Енді үтірлері өшір. Бұл жерде 005 емес 5 деп жазамын. Бұл 200 болып қалады. 200-ді 5-ке бөлсек 40 деген жауап келіп шығады.